сәлеметсіздер ме, құрметті 9-шы сыныптың оқушылары. Қалыңыз қалай? Бүгін біз география пәні бойынша бөлім бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды орындайтын боламыз. Ең алдымен арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Бізде бөлім физикалық география бөлімі бойынша жиынтық бағалау тапсырмалары. Бізде бұл 2-ші тоқсанға арналған бірінші БЖБ тапсырма. Алғашқы тапсырма: Қазақстан климатын түзуші факторлардың климатқа әсерін талдаңыз. Климаттың түзуші факторларды атаңыз деген. Бізде күн радиациясы, атмосфералық циркуляция, жердің беткі төсеніш қабаты, жер бедері. Аймақтардағы климатқа әсері. Бізде аймақтардағы климатқа әсері: Қазақстанның климаты кең аумақты алуы әртүрлі географиялық және физикалық жағдайларға байланысты ерекшеленеді. Еліміздің әртүрлі аймақтарында климатты анықтайтын факторлар: ендік, жер бедері, атмосфералық циркуляция және теңізден қашықтық әр аймақтың өзіндік климаттық сипаттамасын қалыптастырады. Қазақстан аумағының кең ауқымды болуына байланысты әр жерде әртүрлі таралған. Ал жылу өзгерісіне әсері: Қазақстанның әрбір аумағында жылу өзгерісі географиялық орналасуына, теңізден қашықтықта орналасуына, жер бедері және атмосфералық циркуляциясы әсерінен әртүрлі қалыптасады. Солтүстік және оңтүстік аймақтар арасында үлкен температуралық айырмашылық байқалады. Сондай-ақ континенттік климат пен теңіздік ауа массаларының болмауы жылу бөлінісінің әртүрлі таралуына алып келеді. Солтүстік және оңтүстік аймақтар арасындағы жылу балансы әр мезгілде әртүрлі климатты түзеді. Ылғалдылықтың таралуына әсері: Қазақстанның солтүстіктен оңтүстікке дейін созылып жатуы жауын-шашынның ендік бойымен әркелкі таралуының негізгі себебі болып табылады. Қазақстанның ылғал мөлшері мен оның аймақтары бойынша таралуы географиялық орналасуына, теңізден қашықтығына, жер бедеріне, атмосфералық циркуляциясымен және де әртүрлі ауа массаларының әсерінен қалыптасады. Солтүстік пен шығыста және де оңтүстік-шығыс аумақтарының жер бедері таулы болуынан ылғал көбірек түссе, оңтүстік пен батыста құрғақшылық басым болып келеді. Екінші тапсырма: Қазақстанда атмосфералық қолайсыз және қауіпті құбылыстардың қалыптасуын суреттер негізінде талдаңыз деп бізге берілген екен. Енді бұның барлығын қазір сіздерге айтатын боламыз. Бұл бізде жалпы берілген суреттерде бұл бізде көктайғақ деп жазамыз. Қазір сіздерге көрсетіп кетейін. Бұл бізде көктайғақ. Тездетіп жазып алуға тырысыңыздар, өйткені келесі тапсырмаларға біз көшуіміз керек. Көктайғақ. Келесі бұл бізде құрғақшылық. 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 Келесі суреттерге көшеміз. Осы жерден қарап алсаңыздар болады. Келесі суреттерде бізде көрсетілген екен, бұл күшті жел. Күшті жел. Күшті жел. Бұл бізде шаңды дауыл. Шаңды дауыл. Міне дәл осылай жазып аласыздар. Біз әрине келесі тапсырмаға көшуіміз керек. Сол себептен біз уақыт алмау үшін басқа да тапсырмаларға көшеміз. Ал бұлар енді келесі тапсырмаға көшуімізге кедергі келтіреді. Сол себептен бұлардың барлығын өшіруге тура келеді. Келесі тапсырмаға көшейік. Жалпы кездесетін аймақтарын кескін картада көрсетіңіз деген. Бізде көктайғақ Алматы облысында жалпы кездеседі. Алматы облысы шамамен осы жерде орналасқан. Мына жерге 1 деп қоям. Төменде санмен барлығын көрсетіп кеткен болатынмын.
Бұл құрғақшылық Маңғыстау. Келесі үшіншісі бұл ал бұл соңғы төрт. Міне, құрметті оқушылар, осы жерге көрсетіп кетсеңіздер болады. Бұл жерде сіздерге кескін картаға түсіріңіз дегендіктен осы жерге санмен жазып отырмын. Осы жерден сіздер жазып кетесіздер, ал астында оның шартты белгілері, яғни толық барлығы мәліметтер жазылған. Тек осы бойынша сіздер жазып кетесіздер кескін картаға. Сосын астына да жазуды ұмытпаңыздар. Міне, астында да тұр: Шаңды-Дауыл, Ақтөбе, Атырау. Міне, төменде тұр: көктайғақ бұл бізде Алматы облысы, құрғақшылық шөлейттену бұл бізде Маңғыстау, Қызылорда, күшті жел бұл бізде Қызылорда, Маңғыстау, шаңды дауыл Ақтөбе, Атырау. Дәл осылай жазып аласыздар. Келесі бөлігінің тапсырмасы: таңдау бойынша бір қолайсыз құбылыстың қалыптасу жолын жазып сақтану шараларын ұсыныңыз деген. Көктайғақ ауа температурасының күрт өзгеруінен және де ылғалдың әсерінен пайда болады. Көп жағдайда тұманнан немесе жаңбырдан соң температура 0 градустан төмен болатын жағдайда жер бетінде мұз қабыршақ көктайғақ түзіліп қалыптасады. Көктайғақтан сақтану шаралары: метеорологиялық болжамдарды бақылау, көктайғақ туралы ескертулерге құлақ асу, көшеге шығу қажет болса абай болу, тротуарлар мен жолдарда мұзда жүрмей қауіпсіз жерлерді таңдау, көлікті пайдалану, қажет болса жылдамдықты төмендету, жан жағындағы адамдарға қауіп төндірмей жол ережесін сақтану. Дәл осылай жазып аласыздар. Келесі үшінші тапсырма: Қазақстан халқы ертеден табиғат анасының қыр-сырын, мінезін меңгеріп тілдесе білген. Атмосферада болып жатқан құбылыстарға ерекше атаулар берген. Сол атаулардың мағынасын түсіндіріңіз деп бізге берілген екен. Өлі ара деген, бұл бізде жалпы өлі араның мағынасы бұл Қазақстан халқының мәдениеті мен табиғатындағы құбылыстар арасындағы тығыз байланысты көрсететін кезең. Бұл кезеңде табиғаттың тыныштықта болуы, ауа райының өзгерістері, адамдардың салт дәстүрлері мен сенімдерін бір-бірімен байланысып, халықтың тіршілігін қалыптастырады. Бұл кезеңде өсімдіктердің өсуі тоқтайды, ал жануарлар тыныштықта болады. Көптеген жануарлар қысқы ұйқыға кетеді. Сонымен қатар табиғаттың тынышталуы экожүйенің қалпына келуіне мүмкіндік береді. Келесі бұл кебісе жыл. Бұның жалпы мағынасына келетін болсақ, күнтізбелік жүйеде 29 ақпандағы қосымша күнмен сипатталатын ерекше жыл. Кібісе жылдар 4 жылда бір рет келеді, яғни әдеттегі 365 күндік жылға тағы бір күн қосылады. Осылайша кібісе жыл 366 күннен тұрады. Кібісе жылдар Григориан күнтізбесіне негізделген. Бұл күнтізбе 1582 жылы Рим патшасы Григорий 13 енгізген. Келесі бұл бес қонақ. Мағынасы: табиғатта байқалатын ерекше жағдай, әдетте жаңбыр, найзағай немесе жел сияқты метеорологиялық құбылыстар болғанда айтылады. Термин ауа райының кенеттен өзгеруі тіпті табиғи апаттарға да қатысты қолданылады. Бес қонақ құбылысы әдетте қауіптілік немесе күтпеген жағдайлардың белгісі ретінде қарастырылады. Халық арасында мұндай құбылыстардың орын алуы туралы аңыздар мен әңгімелер таралған. Келесі бұл қамбар тоғысы. Қамбар тоғысы су мен желдің температураның және ылғалдылықтың өзгерістерімен сипатталатын табиғи құбылыс. Бұл тоғыс ауа райының кенеттен өзгеруін, әсіресе желдің, жаңбырдың және температураның өзгеруін білдіреді. Бұл құбылыс жердің ылғалдылығын, өсімдіктердің өсуін және экожүйенің денсаулығын қамтамасыз етеді. Құрметті оқушылар, осымен біз толықтай тапсырманың барлығын орындап болдық. Бізде толық балл 16 балл, осы 16 балдың толықтай 16 балын жинап өттік. Енді құрметті оқушылар, осы еңбегімізді бағалап, арнамызға тіркеліп және лайк басып, басқа да достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақыттарда біз екінші БЖВ-ларын сіздерге арнап шығарып өтетін боламыз. Сол себептен біздің еңбегімізді бағалап кетуді ұмытпаңыздар. Бүгінге осы, сау болыңыздар.